өте бізге де оңай болған жоқ. Бірақ мынандай жағдайда, мысалы, псих деп айтып жатыр ғой, псих деп бізге құдағай бір соғып айтқан жоқ. Ең болмаса құдағай соғып, Әсел бар, Шалқар бар, Әдем апа бар, сөйтіп Ақбаян ауырып көтеріліп тұр, келіп бір көмектеріңіз болса, келіп көмектесіңдерші деп айтса, біз бармайды емеспіз, барамыз Ақбаян үшін бәріне. Ол анасы да барады, әкесі де барады. Ешбір ана әке де қыз үшін бармайды емес, барады. Айтса, бір ауыз телефон ғой, қазір баяғыдай телефон жоқ кез емес қой, телефон бар, шүкір. Сөйтіп телефон соғып айтса, біз мына тұрған жерден шауып барар едік. Бірақ та Ақбаян келіп, осы жаққа келіп, манағыдай несін күдікті мойнына алып, Ақбаян жаңа больницасына жатқызып, емделіп шықса, мана емделуіне, несіне бәріне көмектесеміз. Ағайын бар ғой, шүкір бәріміз. Сол 5 баласын қолына алса кетеміз, болды. Басқа арманымыз жоқ. Өздермен болған бала бізге көшіп келгеннен кейін балалар ақпан айында келген, 2025 жылдың. Сол уақыттан бастап бұл ата әжесімен, ата-анасымен бір сол Махамбет ауылында тұрған. Ақпан айында 2025 жылдың ақпан айында 2-ші сыныпқа келген үлкен қызы. Ата-анасы әкеліп алып келген ба? Иә, ата-анасы сол кезде, мамасы да үйінде болған, ауырып жатқан сол кезде. Енді мектепке әкеліп алып кетіп жүрген ата әжесі ма, әлде ата-анасы ма? Енді ол мектеп әкімшілігі сұраққа жауап берді сол кезде. Әжесі де сол жерде, мамасы да. Мектеп әкімшілігі, әлеуметтік педагогтар, психологтар, білім бөлімінің мамандары зерделеу жұмыстарын жүргізді толықтай. Қашанға дейін болады? Бұл уақытша орналастырды, енді тергеу амалдары біткеннен кейін шешім қалай шығады сол бағытта. Содан кейін манағы балаларды опекунсыз қамқорлыққа алу бойынша жұмыстар сот арқылы жүргізілетін болады. Шетелге барып өле салайын, басқа жерден істей салайын деген сияқты. Түркияға қашуды шештім. Қашуды емес, шын айтам, Құдайдан кешірім сұрағым келді. Құдайдан кешірім сұрағым келді. Тупо ешқандай мақсатсыз барып, Құдайдан кешірім сұрадым, Мекке қаласына бардым. Сол 10-нан кейін, сол ноябрь айында, қылмыс жасағаннан кейін. Уже түсіндім. 2023 жылдың қараша айында 10-нан кейін Меккеге бардым. Иә, Түркия арқылы Сауд Арабиясына шықтым. Өзіңіз ғой? Өзім бардым. Тупо кете бердім, басым ауған жаққа, мен ешқандай нем болған жоқ. Тупо уже төніп кеттім өмірден. Может, Құдайдан кешірім сұрап өлейінші, өлсем де дедім. Сол Мекке қаласында 10 күндей болдым. Сол кезде де өзімді өлтіргім келді, может, келі қала. Құдай кешірсе кешірер, бірақ мен Құдай түсінбесе, басқа ешкім түсінбейді менің қылмысымды дедім. Мен жайдан жай жасаған жоқпын, ол саған дейін әкелді өздері. Иә, мен қатыгездік көрсеттім, бірақ олардың да кінәсі бар ғой, мен жазықсыздан жазықсыз адамды өлтірген жоқпын ғой деген ой келді.